Барша ән мен әзіл күлкі әңгіме сүйер қауымына жалынды сәлем. Бұл әңгіме бағдарламасы. Иә достар, бұл бағдарламаның ерекшелігі Қазақ концерттің жобасы. Қонақта Қазақ концерттің беделді солистері. Жалпы Қазақ концерттің командасы. Олай болса, әдеттегідей бүгінгі кешімізді бастамас бұрын мен сіздерді қасымда отқан өзімнің бауырларымен таныстыра кетейін. Олай болса, біздің бэндтің нағыз реалисті, өмірі тек ақ пен қара сәттерден тұрылатынына сенімді клавишник Ғалымжан! Бәрекелді, және де бас аман болса болды деп қайталаудан жалықпайтын досым, бэндтің бас гитаристі Есенәлі! 16 мен 20 герц дыбыс аралығында ғана естілетін электро гитара иесі Нұрбақыт! Және де өз аспабын күніне 87 рет аямай ұратын барабанщик Нұржан мырза! Және де осы жобаны халық үшін, өнер үшін тегін жүргізетін мен Тимур Умаров. Ай, бәрекелді, рахмет, ендеше жігіттер, қазір интрига, Ғалымжан. Бүгінгі жобамыздың қонағы, құрметті достар. Бұл кісі Қазақстанның ғана емес, сонымен қатар әлемнің ең әдемі сұлу келбетті ханымдарының қатарына кіреді. Талантты, жарық, келбетті, қарапайым. Еліміздің беделді эстрада жұлдызы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, қошеметпен қабыл алыңыздар, Жеңіс Искакова! Ал Жеңіс апай, бүгінгі біздің әңгіме бағдарламасына қош келдіңіз. Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Амансыздар ма? Көңіл күйіңіз жақсы ма? Көңіл күй әрдайым керемет. Мен мына музыканттарға қарап, тіпті көңілім толып отыр. Бәрекелді. Сенің жа хабар алған осы музыканттардың бәрінің әкесін танимын ғой мен. Әй, әкең қалай деп сұрағым келеді. Бәсе, жаңа мықты музыканттардан шыққан балдар да олар. Сізді жаңа ғана көріп көздері мөлдіреп тұр, соған ғой дейм е? Келгенде түріне қарап, әй, сен Кешаның баласы ба? Әй, сен Думанның баласың ба деп. Айтым, ай, ұқсамасың тумағыр деп. Жақсы ғой, жақсы музыканттар туылып отыр ғой. Әрине. Ал енді қош келдіңіз тағы да. Расында айтсам, өзімде кішкене қобалжып отырмын. Сізде тұлға қасымда отқанына негізі ондай күнде бола бермейді ғой. Мынау енді мен айтатын болсам, негізі Жеңіс апайымыз қазақ эстрадасының жарық жұлдызы емес. Бұл кісі қазақтың маңдайына жазылған бір бақ қой негізі. Қатты кеттің. Иә, сол себепті енді сол айтайын дегенім шай, кофе бірдеме ішесіз ба қалай? Жоқ, рахмет. Жақсы, қайындап қойсын деп айтайын деген ғой негізі. Ал енді сценарий үшін жазып қойыпты, дауысы меццо сопрано дейді. Сосын Клан Сопрано деген сериалға қандай қатысы бар дейді? Қандай? Клан Сопрано дейді. Сондай сериал білесіз ба? Жоқ. Жарайды, оны қоя беріңізші. Меццо сопрано деген дауыс қандай дауыс ол? Ол менің дауысым. Қайталанбайтын дауыс дейсіз ғой? Менің дауысым былай дыбысы төменгі дыбыстарда. Мен кейде таңертең ұйқыдан тұрғанда дауысы меццо сопрано емес, менің дауысым бас болып кетеді. Мәссаған. Сосын түске қарай баритон болады, сосын түстен кейін меццо сопрано болады. Бәрекелді, керемет. Енді ол меццо сопрано деген біреу білер, біреу білмес, былай кішігірім бір үзінді бола ма? Сол меццо сопрано дауысы осындай болады деген сияқты акапелла бірден орындап берсеңіз. Енді менің даусым былай айтсақ болады, сопрано, мен меццо сопрано да, сопраналар жоғарғы ноталарда жүреді, біз төменгі дыбыстарда жүреміз. Мысалы үшін қалай айтсам екен,
Хазар, тут сейчас вспомнил, как, чтоб не забыли, да, звучало, да? Так. Сейчас. Бәлкім бір распевка... Жоқ, бір ән айтайын деп едім да. Ән туралы, иә, мен ойлаған ғой, енді әншілердің распевка дегендер болсын. Мысалы үшін былай айтсақ болады да. Таладан таяқ жаспала, о, таянбайдай бала бүркіт түлкіден, аянбайдай үгей, ән сашай бір бала. Қос етек боран бел, қуалай соғар қоңар жел. Менің даусым жетпей қалды ғой, мен енді ер дауыс болса да. Қоңар жел. Браво! Ма кісілерде кәдімгідей құлпырып ойнап кетті, әшейінде ойнамайтын еді. Молодцы, вообще керемет. Енді Жеңіс ханым, бүгінгі жалпы біздің бағдарламамызға қандай әнмен келдіңіз, немен келдіңіз, соны айта кетсеңіз. Енді біздің қазақ концерт бірлестігінің директоры Иран Васит айтқан, бізге самый хитовый әндеріңді алып келіңдер деп. Енді расында да мені әрине ең алғашқы осы әнді алып шыққанда, бұл Жеңіс Сейдоллаұлының «Аяла сен мен» әні. Ол заманда 90-шы жылдардың басында қазақ музыкасында регги деген стиль дейміз ғой енді. Стиль мәнерде регги бағытында әндер жоқ болатын. Бұлай болды, біз ол кезде Гүлдер ансамбльде жұмыс жасаймыз. Жеңіс Сейдоллаұлымен. Жеңіс Сейдоллаұл сол Гүлдер ансамбльдің көркемдік жетекшісі. Соны өнеме Жеңіске айтамын, Жеңіс, сенде Алматым алтын бесік деген күшті әнің бар. Енді маған бір сондай бір көңіл көтеретін бір жақсы ән айтып жазып берші деп кездескен сайын айтамын ғой. Енді қазір былай істейік. Жеңіс ханым, мен біліп отырмын, негізі айтатын нәрсеміз көп екен, бірақ сонда да бұл әнге біз бағдарламамыздың ортасында әлі келеміз. Дәл қазір мен осында бізді көріп отырған барша көрермендерімізге бір айтарым бар еді. Осы біздің бағдарламамыз және де мен оның жүргізушісі танымал болу мақсатында арнайы тосын сый айдарын ұсынатын боламыз. Бұл тосын сый айдарын алу үшін, осы ішіндегі сыйлықты алу үшін арнайы Жеңіс ханым сіздерге өзінің бір подарығын алып келген болатын. Бұл подарық осының қызыл жәшіктің ішінде. Кімде-кім YouTube платформасында осы бейненің астында қызықты комментарий жазатын болса, сол осы тосын сыйды алып кете алады. Әрине біз сонша жазылған комментарийдің ішінен біреуін таңдаймыз. Бәлкім достар, осы тосын сыйға сіздер есіздер, сол себепті комментарийді аямаңыздар, жазыңыздар. Ал мынаның ішінде бір жақсы сыйлық бар екеніне күмәнім жоқ. Жеңіс апай, сізге көп-көп рахмет. Ал біз болсақ бүгінгі кереметтей бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, ал дәл қазір бізде эксклюзивті жаңалықтар айдары. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Ал енді Жеңіс апай, сіз былай айтсам, экран алдынан түспей жүресіз өзіңіз. Күнделікті журналистерге интервью бересіз, бір өмірде, өнерде болып жатқан жаңалықтармен бөлісесіз. Бірақ эксклюзивті жаңалықтар айдары дегені ол дәл қазір осы керемет студияның ішінде ешқай жерде айтылмаған, ешкім естімеген су жаңа жаңалықпен біздің көрермендермен бөлісуіңіз керек. Егерде ол нәрсені орындамайтын болсаңыз, сізге айыппұл салынады. Бұл айыппұл, қателеспесем, бір 630 мың теңге. Теңге сомасын құрайды. Ол ақшаны біз сіз орындамайтын болсаңыз, ертең осы көрермендердің арасында ойнататын боламыз. Сол себепті сізде таңдау бар. Су жаңа жаңалық па, әлде айыппұл ма? Не тыңдайсыз? Мен дым түсінбедім бұл сұрақты ше негізінде. Тағы да түсіндіріп өтейін.
дәл қазір мен бір жаңалық айтуым өзіңізге керек па? қатысты, Бір жаңалық иә, айтуым керек па? өзіңізге қатысты, өнеріңізге қатысты бір су жаңа ешкім естімеген, ешқай жерде айтылмаған, тек қана осы бүгін әңгіме бағдарламасында айтылып кеткен жаңалықпен бөлісуіңіз керек. Айтылмаған жаңалықтарым екеуі бар, біреуін қазір айтпаймын, өйткені ол бола ма болмай ма білмеймін десең де. Жоқ, болу керек негізінде. Қазір енді осы бір 5-6 сағаттың төңірегінде болу керек ол жаңалық. Сол кезде айтамын. Ал бір жаңалығым, Алла бұйыртса, мен бір шәкіртім бар. Бұлай елімізге танымал вайнер. Сол баламен, ол бала өзі вайнер, бірақ ән айтуға несі бар? Икемі бар. Ынтасы бар, икемі де бар. Ол баланы бір рет мен алып шықтым караоке шоуға. Енді осы бала екеуміз бір қызық ән жазып жатырмыз. Мәссаған. Оны Алла бұйыртса тыңдайсыздар. Сосын мүмкін Қазақконцертке жұмысқа шақырамыз ғой деймін десең. Ол енді орын болса аламыз ғой, енді орын болмаса қайда аласыз оны. Жақсы, бірақ енді мен қателеспесем, сіз осы Алматыда ұстаз ретінде қызмет атқарасыз. Эстрада колледжде. Жүсіпбек Елебеков атындағы Эстрада колледжінде жұмыс жасаймын. Шәкірттерім бар. Енді олар кәсіби әншігінің оқуын оқып жүрген балалар. Оның арасында да өзім шәкірттерім бар. Кеше бір жақсы үлкен елімізге танымал бір проектті менің 3-ші курс шәкіртімді алып шығып, ол бала финалға шығып, қазір әрі қарай өзінің үлкен сахнаға деген қадамына өзім жетектеп алып шықтым. Олар енді кәсіби оқу орнында сол әншіліктің жолында жүрген балалар. Ал мына вайнер бала, бұл бала өзі ынта жігері сондай жанып тұрған, осы бірге ән айтайық. Оның да бүкіл данныйын көрдім, табиғи данныйлар бар. Сосын Жеңіс апа, сіз мені өзіңіз былай шәкірт қылып алыңызшы, бірге ән айтуды үйретіңізші, қасыңызға алып жүріңізші дегесін, мен қазір сол баламен жұмыс жасап жатырмын. Иә, енді жалпы айтатын болсақ, қазіргі таңда блогер, вайнер дегендер негізі олар өте танымал кісілер ғой, енді Инстаграмдан шықпайтын. Менің ойымша керемет бір коллаб болайын деп жатыр екен, Құдай қаласа. Ал енді сіздерге сәттілік. Ал Жеңіс апайымыз біздің талабымызды орындады. Көп-көп рахмет. Бұл жаңалықтар айдары. Көп-көп рахмет, достар. Жеңіс апай, енді сіз лайфхак не екенін білесіз ғой? Иә. Не ол? Лайфхак қой ол. Лайфхак не береді бізге өмірде? Бір ептілік дейді оны. Бірдеңенің ебін тауып кету. О, керемет. Бірдеменің емін табу дейді. Ебін. Ебін дейсіз ба? Емін емес, бірақ... Ептілік дейді. Қазақ. Апай, мен негіз өзбекпін ғой. Жақсы. Бұлай істейік онда. Дәл қазір сіз біздің көрермендерге өзіңіздің бір өмірде, бәлкім бір, күнделікті бір қолданатын лайфхактарыңызбен бөлісуіңіз керек. Лайфхак көп қой өмірде. Әрине, оның біреуін ең жақсысын, ең керегін алып, соның біреуін айтып берсеңіз болады. Бәлкім біреу білер, біреу білмес, бір жақсы лайфхак болу керек. Егер де болмайтын болса, тағы да айыппұл бар, бірақ бұл айыппұл, мынау жақында барабанщиктің қызының бір жасы несі болады, тұсаукесер сол жерге барып, ол Жетісайда болады. Ал егер де мен лайфхак жақсам, бұл кеп менің тойыма барып барабан ойнап беремін. Бесплатно. Не ғой, менде көбінесе ас үйде лайфхактар. Ол ас үйдің лайфхагын ол бүкіл әйелдер біледі деймін, бірақ мен мынандай бір креативный лайфхак айтайын ба сіздерге. Мына жерде кілең жігіттер отыр да. Өткенде маған бір бағдарламада сұрақ қойды да, осындай қазір мынау әйелдерді қорғау, еркектерді қорғау деген бір әңгімелер көбейіп кетті ғой. Қазір әйелдерді қорғаймын деп жүріп, өзінің әйелдік міндетін атқармайтын, үйінде жаңағыдай уақытында тамағын жасап бермейтін, киімін үтіктеп бермейтін келіншектер болады ғой. Әрине айтады, не оның аяқ қолы бар, өзі үтіктеп алсын деген сияқты. Я понимаю, мен түсінемін. Ол ер азамат даланың жігіті, мысалы үшін. Бүкіл, мысалға бір 100% жігіттің максимум бір 30% өз киімін өзі үтіктейтін шығар деп ойлаймын да. Көбінесе әйелдер дайындап береді. Мысалы, өзімнің ағаларымның бәрінің киімдерін жеңгелерім дайындап береді. Сол сияқты да. Ал былай сұрақ қойды да маған өткенде.
бір кісілер мысал дейді да әйелдерді қорғау керек деп мысалы өз міндетін атқармайтын әйелдер бар мысалға олар да мысалға еркектер сондай әйелдерден зәбір шегіп жүр ғой дейді да мысалы үшін да мысалы мен достарыммен келем дейді немене достарыңмен келдің мен ештеңе жасамаймын типа дастархан жаймаймын деген сияқты қыр көрсететін келіншектер бар екен мен сондай жігіттерге айттым лайфхак сендерге үйіңе жігіттермен келдің ба келіншегің дұрыс қарсы алып дастархан жаймады ма спокойно жігіттерді ал да жеттік ресторанға дейсің да бүкіл ақшаңды ресторанға жұмсайсың бір рет екінші рет достарыңмен келесің келіншегің тағы қарсы алмайды тағы достарың қаласың да ресторанға кетіп қаласың сосын барып үшіншісінде келіншек ойлайды о атаң келеді мынау деген бүкіл ақшаны ресторан құртты ғой мен одан да бұны дастархан жайып қояйын дейді да үшінші келгенде уже дастарханың жайылып тұрады керемет арнайы Жеңіс апайымыздың атынан осындай бір өмірлік лайфхак. Керемет, көп рахмет достар. Біз болсақ әрмен жалғастырамыз. Осы бағдарламадан кейін көп әйелдер мені ненавидеть ететін шығар, Жоқ, сүйеді ғой. Жоқ, рас қой. Я встречалась с такими людьми, да. До развода даже доходили. Сіздің арқаңызда ма? Жоқ. Жаңағыдай достарыммен келгенде қарсы алмайтын келіншектер де сондай болды, сондай жағдай. Бір жаман ақшасы болмаса, бірақ қайда барады деген ғой. Ничего, любой жерге тығылады. Жақсы. Керемет, Жеңіс апай, енді сізге тағы да бір сұрағым бар. Сіздің ең сүйікті әрпіңіз? Әріп? Иә. А. Неге? Мен сізді Ж деп айтады деп ойлаймын. Жоқ. Білмеймін, мен өзім сол енді бүкіл алфавиттің бірінші сатысында тұрған А ғой. Білмеймін, өйткені менің балаларымның аты. Мен ана, әке, бірінші ана. Сосын балаларымның аты... Әке емес қой, әке ғой. Жоқ, ана, ә ғой сосын. Бірінші А, сосын ә қазақ алфавитінде. Ана. Жақсы көрем. Сосын ұлым Айбатыр. Сосын екінші ұлым Әлішер. Жақсы. Енді бұлай істейік. Керемет, мен қазір сізге бір сұрақтар қоятын боламын. Сіздің жауабыңыз тек қана А әрпінен басталу керек. Да. Ойнаймыз ба? Ойнайық. Олай болса, достар, кеттік. Сіздің есіміңіз? Менің есімім әйел. Жақсы. Негізі әйел емес қой, әйел ғой. Ана да? Да, ана. Енді жақсы. Ана. Жақсы. Сіздің жақсы көретін тамағыңыз? Алма. Тағам. Тамаққа келсекші? Тамаққа келсек. Ысық тамаққа келсек. Қандай тамақ бар өзі адан келетін? Анты десеңші. Палау. Жақсы көретін әніңіз? Аяла сен мені. Вау! Жақсы. Кеше не істедіңіз? Кеше ма? Так. Жоқ, ауырмайым. Ас іштім. Ас іштіңіз, е? Жақсы. Сіздің жаман көретін досыңыздың аты? Мен бәрін жақсы көрем негізінде достарымның. Айта салыңызшы, Жеңіс апай. Онда не деймін ал? Айтыңызда сосын өтірік. Айуан дейсің. Жарайды, мына қасында отқан жігітке қарап қандай ат берер едіңіз? Арман де. Ол жігіт өзі арман болып жүрген жігіт қой. Керемет, ендеше соңғы сұрақ. Көрермендеріңізге дәл қазіргі сәтте А әрпіне тілектеріңіз. 5 тілек. Аспанымыз ашық. Аспандарыңыз ашық. Аман болып,
армандарыңыз орындала берсін десің да. Жарайды, жақсы. Орындала берсін, Иә. Жақсы, қабылдадық. Ендеше сізде әрқашанда ауырмай ойнап күліп жүре беріңіз, Жеңіс апай. Көп рахмет. Ал біз болсақ жалғастырамыз. Ал енді Жеңіс апай осы кішігірім бір ойын өтті. Дәл қазір сізге тағы да бір ұсынысым бар. Жалпы енді «Аяла сен мені» деген әнді барлығы біледі. Ол әуен мен ойымша кем дегенде бір 15 миллион халықтың құлағында енді. Енді халқымыз 20 миллион ғой, көп кетпей қойық, 15 миллион айта берейікші енді кішкене былай келтіріп. Енді сізге мынандай ұсынысым бар. Қазір біздің Ғалымжан сізге бір танымал әуенді ойнайтын болады, бір әнді. Сіз сол әуенге «Аяла мені» әнін текстін, «Аяла сен мені» текстін сол әуенге қосып, бір осындай кереметті дүние жасап көрсек, қалай болады екен? Әуен басқа бір әндікі, текст «Аяла сен менікі». Көреміз ба? Енді жалпы бұл ән регги стиліне жазылған, бұл әнді бір халықтың әні стиліне өткізсек қалай болады екен? Көрек. Максимальны бір лирика беріп. Ол енді регги, ол дерскен ғой, Бірақ мен текст алып алайын телефонымнан. Өйткені қазір ойналған ән болса, соның текстімен шатасып кету мүмкін да. Ала беріңіз. Бұл жігіттерде әлі кішкене опыт жинамаған, оларда кішкене. Сіздер ойнай беріңіздер, қандай ән? Жақсы. Ау, қазақтың халық әні «Құсни қорлан». Дударай? Ойбай, дударайым. Дударайым ғой. Бұл жай ғана тексеріс болды. Камера түсірмей қойыңызшы. Дударайда? Айдаң әппақ жарығы саулар. Беуде. Жүрегімді толқытып тербейді. Махаббаттың жалан алаулар. Маған маза бермейді аспандағы айым, аяла сен мені, хей, аймала сен мені. Браво! Тек қана бүгін, тек қана әңгіме бағдарламасында осындай керемет коллап. Жігіттер, көп рахмет сіздерге де. Өзіңізге қалай ұнады ма? Дударай мен Аяла сен менің екеуінің сөзі бірдей деп қалдым десең. Дударайым тудым, бір сен үшін тудым ғой. Аспандағы айым деген сияқты да бір сен үшін тудым. Жалпы енді осындай нұсқада шықса қалай болады деген? Халық қабылдай ма, қабылдамай ма, қалай ойлайсыз? Ол халықтың әнін әрине бұзуға болмайды. Болбайды. Болбойды. Ал енді жалғастыратын болсақ, жаңа ғана осы кереметтей ән туралы әңгіме бастап едік. Жалпы Аяла сен мені әні қалай пайда болды? Қазіргі таңда жалпы сіздің репертуарыңыздағы әндердің ішінде қандай орын алады бұл ән? Әрине, менің репертуарымда сол алғашқы мен ән айтып бастаған кездегі ең бір хит болған әндердің осы қатарындағы ән ғой. Мысалы, мені ең алғашқы рет «Мен білмеймін» деген ән болды, хит болды, Ол лирикалық ән болады, Жанболат Кенжекеевтің әні, Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған, оны көп музыканттар біледі. Қалай құбылады мына күн,
қалай құбылса да шыдадым, сырласайық оңашада шырағым деген лирика. Сөйтіп жүргенде жаңа бағана әңгімеміздің басында айттым ғой, жеңіске енді бір маған ырғақты, көңіл күйді көтеретін, сенің жаңағы Алматым алтын бесік сияқты бір ән жазып берші деп. Сол гүлдерге күнде таңертең жұмысқа келеміз. Сол бір күні лифттан шықсам, жұмысқа келдім. Жеңіс алдымнан шықты. Женька жүр, кеттік деді. Ойыма кеп тұр бірдеңе деп. Сосын бөлмесіне келді да ойнап бастады регги. Уже 3 аккордта мен білдім да, ол әннің әрбір тыңдаған адамның көңіл күйін көтеретін. Ол әнді музыкасын жасап болғанда, жасап енді куплеті бар, припеві бар деген сияқты. Сөзін іздедік. Қалай сөз? Енді бұл айттым ғой бағана, қазақ эстрадасында реггидің ең алғашқы әндерінің бірі. Сосын жаңағыдай ақындарға береміз ғой. Ақындар енді 4 шумақ қылып жазып береді бізге. Сосын Сырал Сапарбаев ағамызға барып, ол кісі бізге тексті беріп, ол тексті біз бір 6-7 рет өзгерттік. Өйткені дауысты дыбыстар болған жақсы, өйткені бұл көңілді ән. Сосын жаңағыдай енді бір текст жетпей қалған жерде біз на-на-на-на-на-ней кетті да сол жерге. Импровизация. Соны хей болып солай болды. Мен кейде бір жаңа айтып жатсың қандай орны бар деп. Бұл әнменен бір 20 жылдың көлемінде жас балалар осы әнмен өсті. Осы әнді жаңалық болды бұл. Сол әнменен өскен балалар бар. Қазір көрсе, ой апай біз осы әнмен өсіп едік деген әңгімелерді естимін. Енді не дегенмен репертуарыңызда әндер көп қой, бірақ санмен айтатын болсақ, нешінші орында тұр бұл ән? Жүрегіңізге. Енді әр ән өзін қалай айтсам екен, әр ән мен үшін бірінші орында тұр. Сыр сұлуын мен қалай екінші орынға қоямын? Қоя алмайсыз. Қоя алмаймын. Өйткені ол бір жерге келсең, мені сыр сұлуы Жеңіс Қақова деп таныстырады. Мен білмеймін де қалай мен екінші орынға қоямын. Мұқағалидың әнмен. Ол әнменен кезінде 90-шы жылдары Қазақстанның көп менмін деген ең алғашқы бизнесмендері шетелге шыққанда осы әнді қойып жүрдік біз деп жаңағыдай. Өзіміздің қазақтың әнін тыңдағымыз келгенде осы әнді қоятын тұғымыз дейді. Сол сияқты мықты әйелімді мен қалай екінші орынға қоямын, мысалы үшін. Сол сияқты айтады ғой, ана үшін баланың, мысалы ана үшін әр бала өзінше бір төбе. Мына балам бірінші орында, мына балам екінші орында деп айтпайды ғой ана. Сол сияқты ән деген біздің жүрегімізден шыққан, ол да біздің баламыз сияқты. Әр ән өзінше бір төбе. Браво. Неге Жеңіс апай, сіз мықты дипломатсыз ғой, тағы білесіз ба? Анау кейде бір тойға барған кезде орын болмай қалады ғой. Сосын бүйтіп, мен қайда отырамын деген кезде, ана басқа уже қонақтар отырып қойды, сосын бүйтіп қарап отырып, қарап ұялып тұрып бір жағынан, мына жаққа отыра бер, сен отқан жерің төр деп айта салады ғой, сіз сияқты уже маған бүкіл әндер бірінші орын алады деген сияқты солай келіп тұрсыз. Рас қой, оны мен ойлаймын, менің барлық әріптесім менімен келіседі деп. Расында да ана үшін балалардың 5 балаң болса да олар 5 төбе. Ол 5-ші орындағы бала, 3-ші орындағы бала деп айта алмайсың сен. Әрине сол сияқты композитор үшін де, ақын үшін де, әнші үшін де жүректен шыққан әні ол өздерінің балаларындай, сондықтан да. Әрқайсысы бір төбе, бәрі бірінші орында тұр. Бірақ керемет, сонда да енді Жеңіс апай дәл қазіргі сәтте бізде насихат айдары. Бұл айдарда сіз біздің көрермендерімізге, оқырмандарымызға өзіңіздің бір жылы құттықтауыңызды, жылы ниетіңізді, ізгі лебіздеріңізді білдірсеңіз болады. Бірақ сізде тек қана 1 минут уақытыңыз бар. Сол 1 минуттың ішіне сыйғызып айтатыңызды айтып жүрсеңіз. 1 минуттың өте көп қой десең де. Бұл жалпы көрерменге, тыңдарманға тілек қой. Әлде бір определенный туған күн. Жастарға болсын, біздің жалпы барлық көрермендерімізге. Жалпы айтатыным, ең бастысы еліміз аман болсын. Ең бастысы елімізде тыныштық болсын. Және де ұрпағымыз білімді де, мәдениетті болса екен де. Өнерді бағалап, өнерді сыйлаған ұлт, ол үлкен белестерге шығатын ұлт деймін.
Өйткені мәдениет бар жерде білім бар, білім бар жерде мәдениет бар, мәдениет пен білім бар жерде денсаулық бар. Ұлттың денсаулығы, білімі, мәдениеті жақсы болса, біз керемет боламыз. Сондықтан да әр қазағым аман болсын. Біздің елдегі барлық көп ұлтты мемлекетпіз ғой. Барлық ұлт бір атадан, бір анадан туғандай ауызбіршілікте болып, еліміздің өсіп өнуіне, көркеуіне үлесін қосып, тек бақытты ғұмырлы болса екен деймін. Браво, браво, браво. Негізі мынау керемет сөздерді мен бір жақында бір күшті пост салайын деп жүргем. Осы бейнебаян мен қиып аламын да, сіз айтқан сөздеріңіз цитата ретінде салып қоямын, мен Жеңіс апай қарсы болмасаңыз, өзім посттың астына. Керемет сөздер. Енді жаңа ғана Аяла сен мені ән туралы әңгіме айттық, бірақ сонда да кезінде бұл әнді сіз Қыран тобымен дуэтте айтыпсыз, болды ғой сондай? Айттым ғой, осы балдар, Аяла сен менімен өскен балдар екен. Содан абай осы өлеңді бірге айтайықшы дегесін, бірге айттық. Жаңа просто аттан айтпағаннан кейін сол өзім айтқан ғой. Енді сұрағым бар еді осыған қатысты. Жалпы біздің эстрадада жүрген, жалпы әлемде болсын, неше түрлі бір әншілер болсын, актерлар болсын, қайсысымен бұл әнді тағы да дуэт жазатын едіңіз? Сондай бір өзіңіздің бір ішіңізде бір мына жігітпен жазсам күшті, или мына қызбен жазсам күшті болатын еді деген сияқты бір ойыңыз болған ба? Бір осындай ойлар келетін бе өзіңізге? Мен расында да осы әнімді, осы ана жаспен, мына жаспен айтсам екен деген ойыма келмепті. Әлде бір кавер версиясын шығарып па, мынау қазір енді әншілер білесіз ғой өзіңіз, жаңа дем беріп әнге шығарады ғой, неше түрлі су жаңа версияларын. Бәлкім мынау қазір сіз өзіңіз сабақ беріп жүрген шәкірттеріңіз арасында бар шығар талантты жастар? Жоқ, балдар, талантты балдар бар, әрине. Ол әнді композитор тек мен үшін шығарған жоқ қой. Жалпы халық үшін шығарды. Кім қалай айтқысы келеді, айта берсін. Менімен айтқысы келіп атса, қолдаймын. Ал бірақ мен анаумен айтқым келеді, мынаумен айтқым келеді деген ой болмапты. Ондай жоқ, Олай болса, құрметті көрермендер, Жеңіс апайымыз сіздерге өзінің насихатын айтты. Ал дәл қазіргі сәтте біз осы талантты музыканттармен және де Жеңіс апайымыз бастаған Аяла сен мені әнін тыңдайтын боламыз. Олай болса, баршаларыңызға жақсы көңіл күй тілейміз. Айдың әппақ жарығы саула, жүрегімді толқын сербейді. Махаббаттың жалын лаула, маған маза бермейді. Арман қайда алып ұшады, жетелей талға бақыт құшағы. Самғап ұшып сағыныш әні, көкірегіме сыймайды. Аспандағы айым, аяла сен мені. Ей, аймала сен мені. Көзімдегі күнім, күлімдеші бүгін.
Сүйікті көрермендер, ендеше сіздермен қоштасатын уақытта келді. Ал бүгін бізбен бірге және де сіздермен бірге болған еліміздің жарық жұлдызы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Қақова!